Жалпы ұлттың өмірінде, шығармашылық өмірде бір ұлы мүмкіндіктер туып, сол мүмкіндіктер жарқ етіп өшіп қалатын өкінішті сәттер болады. Өкінішке орай мұндай жарқ еткен найзағай ғұмырлар, тегеурінді оқиғалар, көшпелілер өмірінде де, қазақ тарихында да, одан бергі қазақ өмірінде де орын алған. Талант тұрғысынан алғанда Шоқан 27 жас қана ғұмыр кешкен. Сұлтанмахмұт Торайғыров 30-ға да толмаған. Бернияз Күлеев 23 жаста. Бүгінгі сөздің арқауына айналған Саттар Ерубаев 30-ға толмаған. Бірақ осылар өзінің жасын ғұмырының тез жарқ етіп, тез сөнетінде сенгендей, адамның өзіне берілген 3 жылда, 5 жылда өшпестей қып пайдадан із қалдырып кетті. Саттардың да келешегі үлкен, шығармашылық ой қиялы зор, ішкі тегеуріні мықты талант. Менің құрдастарым атты тырнақ алды және әдебиетте із қалдырған шығармасы Бернияздан кейінгі қазақ әдебиетіндегі бір тың бетбұрысты құбылыстың басы болды. Бернияздың қысқа өмірі 3-тен 1 гүлі ашылмаған саттардың жауқазына ашылып барып солып қалуы. Сол жылдары әдебиетке енді қадам басқан Абдолла Жұмағалиевтің, Қасым Аманжоловтың, Баубек Болқышевтың, Мұқан Иманжановтың өміріне өнеге болды. Бұл жарқ етіп тез сөнген таланттардың да қуатынары күшті. Сондықтан да олардың тағдырын тек өкінішімен ғана ұзартуға болады деп ойлаймын. Сол өкініш біздің рухани өміріміздегі ұлы шығармашылық құштарлыққа жетелейді. Саттар сондай тұлға.